Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз корзина пісіретін боламыз. Менің қамырым көтеріліп дайын тұр. Бұл қамырдың құрамы, өлшемі, жасалу жолы алдыңғы булочки деген видеомда бар. Содан қарап жасасаңыздар болады. Ыдыс керек болады, кастрюль, үйіңізде бар затты пайдаланамыз, үстін фольгамен жабамыз. Қамырымызды алып жаямыз. Ыдысымыздың үстіне орналастырамыз. Жетпей тұрған жерлердің барлығын жеткізіп, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Әдемілеу үшін осындай форма пайдаландым, дөңгелек. Кішкентай форманы да пайдаландым. Формаға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 150 градуста 35-40 минут пісіреміз. Енді корзинаның үстіңгі бөлігін жасау үшін қамырымызды қолмен домалатып отырып созамыз. Енді өреміз. Өріп болғаннан кейін екі жағын біріктіреміз. Ыдысыңыздың өлшемін мен өзімдікін білетін болғасын көзбен жасадым. Сіздер немесе қақпағын алып өлшеп қарасаңыздар болады. «150 градуста 35-40 минут пісіреміз. Жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжіт сеуіп шықтым. Корзинаны әбден суығаннан кейін алу керек, ыссы күйінде алуға болмайды. Енді ұстайтын жерін жасаймыз. Оны да қайтадан ыдысымыздың үстін фольгамен жабамыз. Және де осындай қалдық фольгаларыңыз болса, үстіне төмпешік етіп қоямыз. Қайтадан қолмен дөңгелетіп отырып жаямыз. Созып аламыз. Өретін боламыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін. Және де қамырдың жасалу жолындағы булочки видеосын ссылкасын видеоның астына қоямын.
ыдысымызға орналастырамыз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, 150 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Енді ішіне салатын нандарды жасаймыз. Мен өзім таяқша етіп жасадым. Айналдырып отырып, сосын өріп жасап шықтым. Енді ол өзіңіздің фантазияларыңызға қарай жасап аласыздар. Жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп аламыз. Булочкалардың үстіне сеуіп жатырған сеппеде булочка видеосында бар, содан қараңыздар. Пісіп шықты ұстайтын жеріміз. Суығаннан кейін аламыз, достар, суымай алмаймыз. Барлығы суығаннан кейін енді құрастырамыз. Қалың болған жерлерін байқасаңыздар, мен кесіп алып тастадым. Оны ұстайтын жеріне қарай айналдырып қойсаңыз көрінбейді. Сондай жағдай болған жағдайда тек қана, достар, таяқшалардың көмегімен бекітемін. Екі жағынан да бекітіп шығамыз. Енді ішіне жасаған булочкаларды немесе бауырсақтарды салып дайындаймыз. Видео ұнаса, достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.